Сәлем достар, бүгінгі видеода мен веб каналымдағы машинка бомбонеркасының сборкасын жасайтын боламыз. Толық ақпаратты осы видеоның астында комментарийдан көре аласыз. Веб каналы жайлы. Енді қазір міне осындай бомбонерка, бір шеті көк, бір шеті розовый, немесе чисто көк түрі де бар. Ал енді шаблонымызды жинап кірсек, менде мына жерде фотобумага. Фотобумаганың қалыңдығы 200 немесе 210-220 граммдық фотобумагаға шығарсаңыздар болады. Фотобумага глянцевая, односторонняя глянцевая. Двухсторонняя глянцеваяға да шығарсаңыздар болады, немесе односторонняя глянцеваяға да шығаруға болады. Міне шаблонымды қиып жатырмын. Міне көрдіңіз ба, мына жерінен дөңгелек жағын қидым. Уже міне дөңгелек жақтан асамыз, сосын бірақ тоқтайсыздар. Міне қайшымен дөңгелек жақтан өттім. Міне. И дөңгелектен кейін уже ары қарай қимайсыз. Міне қолмен көрсетіп тұрмын, примерно қай жерде екені. Енді келесі сторонасында қиятын боламыз. Также дөңгелектен астым. Міне мына жерде де дөңгелектен астық. И міне дөңгелектен кішкене дөңгелектен асқаннан кейін сразу тоқтайсыз. Ары қарай қайшымен кесуге болмайды, өйткені бомбонеркаңыз формасын ұстамай қалуы мүмкін. Енді міне дөңгелекті бүйтіп формасы бойынша, именно машинканың формасы бойынша қиясыздар. Міне машинканың формасы бойынша қиып жатырмын. Екі жағында дәл машинканың формасы бойынша қиясы жай ғана. Міне мен уже қиып қойдым. Бір шетін қиып қойдым, қазір екінші шетін қиям. Қараңыздар, примерно линия қай жерде екені уже көрініп тұр. Дөңгелектен кейін уже ары қарай қайшымен жүргізбейсіз. Самый главное осы. Сосын беговкасын жасаймыз. Қазір мына шетін қиып алайын, дәл солай линия бойынша, машинаның линиясы бойынша қиясыздар. Шаблонымды уже қиып қойдым. Енді қазір беговкасын жасайтын боламыз. Беговканы не үшін жасаймыз? Өйткені сіздің шаблоныңыз жақсы майысу үшін. Міне осы жерінен беговканы жасаймын. Беговканы мен канцелярский ножбен, немесе жазбайтын үшкір ручка, немесе крючок сонымен жасауға болады. Егер де канцелярский ножбен жасайтын болсаңыз беговкасын, міне после беговки күшті майысып тұр. Канцелярский ножбен жасайтын болсаңыз қатты баспаңыздар. Енді міне шаблонымызды былай домалақтаймыз мына жерін. Бұл жерін двухсторонний скотч немесе клеймен жабыстырсаңыздар болады. Мен двухсторонний скотчты алдым. Егер двухсторонний скотч болмаса, осы жеріне мен жабыстырып жатқан жерге клейді жағасыз. Міне мен белый слойын алып тастадым. Клейді ана жаққа жағасыз да бүйтіп бір-біріне қыстыра саласыз жай ғана. Мен двухсторонний скотчпен жаптым. Енді біздің машинкамыз почти дайын. Енді қазір дыроколды аламыз, екі машинканың төбесін тесетін боламыз. Дыроколды алдым. Міне осы жерге тесетін болам. Енді кигізейін. Вот. Енді екінші жетін. Осы тестім. Енді қазір машинкамызды жинайтын боламыз. Ленточкамызды аламыз. Мына жерде ленточканың сантиметрі примерно 35 сантиметр. Және де ленточканың размері примерно мына жерде 1,5 сантиметр. Енді осыны жай ғана бантик ретінде байлаймыз. Ал енді біздің бомбонерка тойбастарымыз дайын. Егер де осындай әдемі бомбонеркалар жасағыңыз келсе, астындағы толық ақпаратты оқысаңыздар болады, комментарийда жазылып тұр. Каналымызға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.